Әлемдегі сіз білмейтін құпиялар, қызықты деректер мен тың ақпарат ғаламатта Арай Райспен. Орта ғасырда оғаш әдет ғұрыптар мен салт дәстүрлер, тіпті 21 ғасырдың адамы түсінбеуі мүмкін. Бізге ерсі болып көрінетін салт дәстүрлер өте көп. Осы шығарылымда дәл осы салт дәстүрлер туралы баяндаймын. Қызық па? Арнаны жай ғана көріп отыра бермей, тіркеліп өт. Комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпа. Ажырасу. Ажырасу орта ғасырда да болған. Әсіресе орта ғасырда Германияда ажырасудың мынандай түрі болған. Ажырасу, қанды ажырасу немесе қанды алаң деп аталған. Қалай дейсіз ғой? Арнайы ажырасатын келісім алған екі жақтағы адамды мынандай үкім шығарған. Яғни ерлі-зайыптыларды арнайы бір алаңға орналастырады. Ол жерде шұңқыр құдық қазады. Сол құдыққа ерін, яғни ер адамды орналастырып, бір қолын артына байлап қойған. Екінші қолына өзін қорғау үшін қылыш немесе үшкір іспеттес зат берген. Ал әйеліне сол алаңда еркін жүруге мүмкіндік беріп, үлкен матаға оралған, ауыр тастарға оралған, төбелеске арналған құрал ретінде матаны береді. Өмірде ер адамға қарағанда әйел адам, яғни отбасымен, бала-шағамен байлаулы. Ал мұндай алаңда, шайқас алаңында керісінше ер адамның құзыретін күшіне қарай және де өмірде жүруіне байланысты бұғаттап тастаған, яғни құдықта өзін тек қана бір қолымен қорғайды. Сол алаңда ажырасатын ерлі-зайыптылар қан жоса болып төбелеседі. Яғни оның біреуі жеңіске жетеді, екіншісі өліп қалуы мүмкін. Немесе өлмеген жағдайда жеңіске жеткен адамды қалдырып, жеңіліске жеткен адамды өлтіріп тынған. Ажырасу, қанды ажырасу деп осыдан айтқан. Немесе пока смерть не разлучит нас деген сөздің өзі осыдан шыққан делінеді. Яғни сол кездегі орта ғасырдағы ажырасудың түрі дәл осындай болған. Жануарлар сот алдында жауап береді, яғни заңның алдында жауап береді. Қызық, иә? Сізге бір қарағанда ерсі естілуі мүмкін, алайда орта ғасырда тек қана адамдар емес, заңның алдында заң бұзушы жануарлар да жауап берген. 1457 жылы Франциядағы Савин қаласында аты шулы сот отырысы болады. Онда шошқа мен бесторайы заң бұзушылық ретінде айыпты деп саналады. Яғни алаңда ойнап жүрген баланы шошқа өлтіріп алады, соған байланысты үкім шығару үшін арнайы үлкен аты шулы сот отырысын өткізеді. Онда куәгерлер, тіпті шошқаны жақтайтын өзінің адвокаты, сотқа келуші сот залындағы жиналған адамдар мен көптеген адамдар болады. Заң алдында барлығы ортақ делінеді, сондықтан да шошқаны баланың өліміне кінәлі деп өлім жазасына тағайындайды, алайда бесторайды босатады. Заң бұзушылық ретінде тіркелген бұл сотқа байланысты құжат пен деректер сақталынған. Орта ғасырда көптеген жануарларға сот болған байланысты деректер сақталған. Оның ішінде басым бөлігі статистикаға сүйенетін болсақ, көбінесе жануарлардың ішінде шошқа ерсі қылықтармен заң бұзған. Алайда адамдардың өзі, яғни жануарларға аяусыз немесе тисті немесе ұрды соқты деген деректер де бар. Яғни оған да сот болып, адамдарды да кінәлі деп бірнеше жылға бас бостандығынан айырылып немесе өлтіріп алған жағдайда өлім жазасына кескен. Осындай да орта ғасырдағы қызық соттың шешімдері бар. Әйел заты әркез әдемі сұлу болып жүргенді жақсы көреді. Орта ғасырда да дәл солай болған. Орта ғасырдың әйелдері өздерінің сұлулық символы ретінде сұлулыққа басқа көзқараспен қараған. Беттегі барлық түктерден айырылу, беттің әппақ және тегіс болуы, ол сұлулықтың символы есептелген. Сондықтан да қас, кірпік, тіпті шашының алдыңғы жағында қырып тастаған. Кейбір деректерге, картиналарға қарайтын болсақ, туындыдағы әйелдер образы ол жерде кең маңдайлы болып келінеді, яғни кішкентай мұрын, қас кірпігі жоқ, кең маңдайлы әйелдер образы. Сол кезде дәл осы образ әйелдің сұлулық символы ретінде пайдаланған. Кейбір деректерге сенетін болсақ, кең маңдай, яғни маңдайдың анағұрлым үлкен болуы әйел адамның, жалпы ер адамның болсын, сол кездегі орта ғасырдың адамның ақылдылығын, парасаттылығын білдірген. Сондықтан да көп адамдар шашының алдыңғы жағын қырып тастап отқан, яғни маңдайдың үлкендігін көрсету үшін. Бұл үрдіске сүйенетін болсақ, көптеген орта ғасырдағы әйел адамдардың образында эмоциясыз, яғни әйел адамның бір күліп тұрған бейнесін көрмейсіз. Себебі сол кезде эмоцияға берілмеу, бетіндегі теп-тегіс сұлулық символы болып қалыптасқан. Орта ғасырдағы сән үлгілерінің бірі ер адамдарға арналған гольфик болған, яғни ер адамдар төменгі жағын жауып жүретін темір тәріздес кодты бір белгі болған. Оны көптеген киімдерде, әсіресе рыцарьлардың киімінде
байқауға болады. Англияның королі Генрих VIII-нің портретінде де осы гульфикті байқайсыз. Ол үшін ерлер өзінің төменгі жағын қорғаған, біріншіден, екінші жағынан төменгі жағының үлкендігін көрсеткен. Бұл да бір ерсі көрінетін орта ғасырдағы модалардың бірі, бірақ алайда әйел адамдардың қасын қырғанмен тең сұлулық символы болып есептелген. Деректер қызық па? Арнамызға жазылып, комментарий қалдырып өт, немесе біздің арнамызға лайк басып өтуді ұмытпа.